Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыз 6-шы сыныптың дүниежүзі тарихы феодализм бөлімі бойынша феодалдық экономика ерекшеліктері неде тақырыбы. Бүгінгі сабақта балалар біз феодалдық қоғамдағы экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылықтың ерекшеліктерін сипаттаймыз. Балалар, Батыс Рим империясының құлдырауымен құл иелену кезеңі аяқталды. Құлдардың еңбегін пайдалану тиімді болмады. Сондықтан жер иелері еркін шаруалардың еңбегін қолдана бастады. Шаруалар егіннің бір бөлігін жер иесіне берді, ал қалғанын қала тұрғындарына сатты және заттарға алмастыра алды. Балалар, бүгінгі сабақта біз сіздермен феодалдық құрылыстың қалыптасуы, феодал мен шаруаның пайда болуы және олардың арасындағы қарым-қатынас, сонымен бірге феодалдық шаруашылықтың ерекшеліктерімен танысамыз. Жер иелері бұрынғы ақсүйек шонжарлар мен корольдер әскер қолбасшылары болған. Олар қауым жерлерін, жаулап алынған жерлерді, тау-тас, орман-тоғай, өзен-көлдерді өз меншіктеріне айналдырған. Артық жерлерін өз қызметкерлеріне, бағыныштыларына, яғни вассалдарына үлестіріп берген. Атқарған қызмет үшін әр адамға сыйға берілетін жер үлесі феод деп, ал ол үлестің иесі феодал деп аталған. Феодалдар жерді онда өмір сүретін шаруалармен бірге иемденген. Содан келіп, феодалдық қоғамдық құрылыс пайда болған. Екі негізгі әлеуметтік топ құрылған, олар феодалдар мен шаруалар. Феодалдық құрылыс кезіндегі шаруалар басыбайлы және ерікті болып екіге бөлінген. Феодалдар өз жерлерінде ерікті шаруалардың еңбегіне негізделген шаруашылық құрған. Осындай шаруашылық феодалдық поместье деп аталған. Поместьедегі шаруалар жерсіз күн көре алмағандықтан поместьенің иесіне тәуелді болған екен. Ал кейбір шаруалардың шағын, дербес шаруашылығы болған. Ерікті шаруалар өз жер үйесін мұрагерлік жолмен балаларына қалдыруға құқылы болған екен. Поместьедегі шаруашылық жұмыстарын өз еңбек құралдарымен жүргізген. Олар неғұрлым көп өнім өндірсе, соғұрлым өзіне де көп өнім қалатын. Сондықтан да шаруалар өз еңбегінің нәтижесіне мүдделі болған. Ал басыбайлы шаруалар феодалға тікелей тәуелді және жер иесінің пайдасына жұмыс істеуге мәжбүр болған. Дегенмен басыбайлы шаруалардың өз шаруашылығы, малы және құрал жабдықтары болған. Сөйтіп, феодалдық құрылыс құл иеленуші құрылыспен салыстырғанда адамзаттың дамуында алға қадам жасауына мүмкіндік әкелген. Балалар, феодалдық құрылыстың негізгі белгілері Батыс Еуропа елдерінде 9-10 ғасырларда қалыптасқан. Феодализмнің бірінші басты белгісі жер, негізгі байлық болған. Екінші белгісі екі қоғамдық таптың болуы, яғни олар феодалдар мен басыбайлы, оларға басыбайлы шаруалар. Себебі шаруалардың жеке меншік жері болмаған. Сонымен бірге натуралды шаруашылықтың үстемдігі. Онда өмір сүру үшін қажеттінің барлығы шаруашылық ішінде өндірілген. Балалар, шаруалар жерді феодалдан жалға алған. Сондықтан өз қожайындар мен корольдеріне көптеген міндеттемеліктер өтеген. Сол міндеттемеліктерге тоқталайық. Ол қандай міндеттемеліктер еді? Алдымен әскер қатарында жұмыс істейтіндердің соғыста жүрген ауылдастарын азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыру міндеттемелігі болған. Екіншіден,
Феодалдан алған жер үшін міндеткерлігі. Ол міндеткерлікті өтеудің бірнеше түрі болған екен. Ең басты түрі еңбекпен өтеу, ол барщина деп аталған. Шаруалар заттай алым салық, оброкта төлеп отырған. Сонымен қатар қоғамдық жұмыс атқару міндеткерлігі де болған. Мысалы, жылына бірнеше күн бойы тегін көпір салу, жол жөндеуге қатысу, жүк тасу сияқты міндеткерліктер болып табылады. Балалар, феодалдық құрылыстың негізгі белгісінің бірі шаруашылықтың натуралды, яғни томаға тұйық сипаты. Феодалдың өміріне қажетті бұйымдар мен азық-түліктердің бәрі оның поместьесінде өндірілген. Феодал поместьесіндегі шаруалар малдың жүнінен жіп иіріп, мата тоқып, одан киім-кешек тігіп, үй жиһаздарын, ыдыс-аяқ пен құрал-саймандарын өздері жасаған. Шаруалар да, олардың қожайындары да еш нәрсені сатып алмаған. Тек өздері өндірмейтін тұз бен темірді ғана олар азық-түлікке, малға айырбастап алатын. Сонымен балалар, натуралды шаруашылық дегеніміз өмір үшін қажетті барлық өнімдер мен заттар сату үшін емес, тұтыну үшін өндірілетін шаруашылық түрі. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында бірнеше тапсырма орындап көрелік. Бірінші тапсырма шарты бойынша феодалдық қоғамның басты белгілерін жазып шығамыз. Балалар, тапсырма орындау кезінде міндетті түрде дескрипторына көңіл аударамыз. Бұл жерде дескрипторы бойынша феодалдық қоғамның басты үш белгісін жазуымыз керек екен. Ал балалар, сәт. Ал енді жауабын тексеріп көрелік. Дұрыс жауапқа назар аударайық, балалар. Бірінші, феодалдық қоғамның ең басты белгісі жер, негізгі байлық табыс көзіне айналған екен. Екіншіден, екі қоғам топ феодалдар мен оларға басыбайлы шаруалар болған. Сонымен қатар натуралды шаруашылықтың үстемдігі болған екен. Балалар, мен сіздердің сұрақтарыңыз осындай болды деп ойлаймын. Ал енді келесі тапсырмаға көшелік. Мұнда төмендегі берілген ұғымдардың анықтамасын сәйкестендіреміз. Балалар, міндетті түрде дескрипторына көңіл аударамыз. Дескрипторы бойынша ұғымдарды анықтамаларымен сәйкестендіреміз керек екен. Ал балалар, сәттілік. Ал енді жауабын тексеріп көрелік. Балалар, дұрыс жауапқа назар аударамыз. Феод ұғымының анықтамасы әскери немесе әкімшілік қызмет атқарғаны үшін әр адамға берілетін жер иелігі екен. Феодал ұғымының анықтамасы ол ірі жер иеліктің иесі, шаруаның қожайыны. Ал вассал ұғымының анықтамасы орта ғасырлардағы Батыс Еуропа елдеріндегі кіші феодалдардың ірі феодалдарға тәуелділігі. Поместье ұғымының анықтамасы феодалдардың өз жерлерінде ерікті шаруалардың еңбегіне негізделген шаруашылықтың құруы екен. Барщина ұғымының анықтамасы орыстың
еңбекпен ету салығы деген сөзі шаруаның феодал иелігінде тегін істелетін еңбегі екен. Аброк ұғымының анықтамасы феодалдық басыбайлы шаруаның азық-түлікпен немесе ақшалай төлейтін жер салығы екен. Өте жақсы балалар, сіздердің жауаптарыңыз да осындай болды деп ойлаймын. Балалар, бүгін сіздер феодалдық шаруашылықтың ерекшеліктеріне сипаттама бердіңіздер. Ал енді осы сабағымызды қорытындылап кері байланыс берейік. Сыныптан шығу билеті. Мұнда балалар түсінген екі ұғымды жазасыздар, сенімсіз екі ұғымды жазасыздар, тақырып бойынша бір сұрақ бересіздер. Назарларыңызға рахмет.